Ақыр заманға 90 секунд қалды десем, сенесіз бе? Атом ғалымдары осы туралы ескертіп отыр. Бұл ескерту неден шыққанын түсіндіріп берейін. Бұл дүниежүзілік ядролық ғалымдар бюллетенінің жасаған метафоралық өлшемі. Олар оны сот сағаты немесе Doomsday Clock деп атайды. Бұл ғылыми, саяси және экологиялық қауіптерді ескертіп, адамзаттың жойылу қаупін түсіндіреді. Мысалы, былтыр 2023 жылы Украинадағы соғысқа байланысты бұл сағат 12:00-ге 10 секундқа жақындап, 90 секунд уақытта тоқтады. Биыл да ғалымдардың сөзінше, әлем ғаламдық апатқа жақындап келеді. Сот сағаты 1947 жылы жасалған. Оның басты мақсаты әлемдегі ядролық соғыс қаупін әлемге көрсету болған. Әсіресе қырғи қабақ соғысында болған Кеңес одағы мен ақш-тың арасындағы қарым-қатынасты көрсету. Сағаттың минуттық көрсеткіші жойылу қаупінің деңгейін көрсетеді. Қазір сағат түн ортасына небәрі 90 секунд қалғанын көрсетіп тұр. Бұл адамзаттың тарихындағы ең қауіпті уақыттардың бірі ретінде бағаланып отыр. Сағаттың көрсеткішін есептеуге саясаткерлер, климатологтар, физиктер және ядролық қауіпсіздік салаларындағы сарапшылар қатысады. Ал оған әсер ететін факторлар ядролық қарудың таралуы, климаттың өзгерісі, геосаяси тұрақсыздық. Ал ең қызығы, мұндай қауіпке жаңа технологиялар да кіреді екен. Мысалы, биотехнология мен жасанды интеллекті теріс пайдаланудың қаупі. Сот сағаты дегеніміз жұртты үрейлендіру, қорқыту емес, ол тек әрекетке көшу керек деген символизм ғана. Ал маңызды өзекті жаңалықтар әшкере Telegram арнасында сілтеме профильде жазылып қойыңыз.